Сәлем достар, мен бүгін видеосында сұрақ жауаптың екінші сезонның фильмін көрсетемін. Всем привет! Я сегодняшнем видео я покажу фильм про второй сезон и вопрос-ответ. Давайте начнем. Ендеше бастайық. Сәлем достар, мен бүгін видеоны сендермен сұрақ жауаптың екінші сезонын бастаймын. Сендер бірінші сезонын көріп болдыңдар. Сіздер білген жоқсыңдар, екінші сезон шығады. Ендеше дәстүрде сұрақтарға кезек берейік. Алдымен қазақша, содан кейін орысша. Бірінші сұрақ. Мансұр, мен сұрақ қоямын, олар неге комменттан кетіп қалады? Бұл ютубтың проблемасы. Мен оны шеше алмаймын. Бір ретте менде сондай оқиға болған. Мен коммент жазған, бірақ келесі күні жоғалып кеткен. Екінші сұрақ. Сен кішкентай кезде қандай мультик көрдің? Мен көп мультиктер көрдім. Ең қызықтысы Том мен Джерри. Сендер білесіңдер. Үшінші сұрақ. Саған біраз қызықты емес пе? Маған қызықсыз емес дейсіңдер ме? Маған әрдайым қызықты. Мен видео жасасам да, әрдайым өзіме қызықты. Мына сұрақ жауап та, Майнкрафт туралы, қысқаша фактілер туралы қызықты. Төртінші сұрақ. Қысқаша фактілер жалғаса ма? Мұнда орысша, мен қазақша аударып алдым. Әрине жалғасады. Алдағы күндерде күтіңдер. Мен әрдайым жасайтын боламын. Бесінші сұрақ. Ресей Федерациясының президенті. Мен оны запросто білемін. Себебі мен географияны зерттеймін. Мен ғарыш, жер, құрлықтар туралы, елдер туралы зерттеген жақсы көремін. Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин. Ендеше орысшаға кезек берейік. Дауыстарға назар аудармаңдар. Вопрос первый. Мансур, я пишу вопросы, но они удаляются. Почему? Это проблема ютуба. Итак, второй вопрос. Какой мультик ты смотрел в детстве? Под названием Том и Джерри. Я ее очень обожал. Третий вопрос. Тебе немного скучно? Конечно же нет. Мне всегда интересно. Четвертый вопрос. Короткие факты будет? Конечно же будет. Ждите. Через несколько дней будет короткие факты. И последний вопрос. Президент России. Я знаю его. Президент России Владимир Путин. Достар, мен сұрақтарға жауап беріп болдым. Бәріне сау болыңдар. Я отвечал на вопросы. Всем пока. Сәлем достар, мен бүгін видеоны сендермен сұрақ жауаптың екінші сезонның екінші сериясын жасаймын. Сұрақтарға кезек берейік. Алдымен қазақша, содан кейін орысша. Бірінші сұрақ. Маппингте достар бар ма? Әлі жоқ. Бірақ сенімен дос болғым келеді. Екінші сұрақ. Қандай мақсат бар сенде? Мен 1000 немесе 2000 подписчик жинағым келеді. Бұл 2 немесе 3 жылда шығуы мүмкін. Мен және де маппинг жасауды жақсы көремін. Сонымен мен соны мақсат деп қойдым. Мен қазір маппинг жасауды үйреніп жатырмын. Үшінші сұрақ. Компьютерде маппинг істеу қолайлы ма? Әрине қолайлы. Бірақ мен компьютерда емес, ноутбукта жасаймын оны. Міне көрсеңдер, итакта мына жерде ноутбуктар Lenovo деген менікі. Төртінші сұрақ. Қандай түсті мысық ұнайды? Маған әртүрлі түс ұнайды. Көбінесе маған сұр, қара ұнайды. Екінші сұрақ. Саған қандай иттің тұқымы ұнайды?
иттер тұқымы көп қой. Маған хаски ұнайды, алаба, қазақтың төбеті ғой. Тағы да тазы. Тағы да басқа. Ендеше орысшаға кезекпейік. Вопрос первый. У Маппинги есть друзья? Еще нет. Но хочу, чтобы были друзья. Второй вопрос. У тебя какая цель? У меня такая цель сделать маппик и набрать 1000 подписчиков. Или даже 2000. Еще так далее. Вопрос третий. С компьютера делать маппик удобно? Конечно же удобно. Но только я не делаю с компьютера, я делаю ноутбуком. Вот видите, у меня стоит здесь ноутбук. Он называется Lenovo. Давайте приступим к последних 2 вопроса. 4-й вопрос. Какой цвет кошки нравится? Мне все нравятся цвета. Ну, например, можно особенно черный, серый и так далее. Последний вопрос. Тебе какая порода собаки нравится? Мне казахские, то есть наш казахские. Все собаки. Лайка, хаски, алаба и так далее. Достар, міне мен сендердің сұрақтарына жауап беріп болдым. Сұрақтар жазында үнемі. Қызықты болады. Ендеше менің лайк басыңдар және каналыма жазылыңдар. Бәріне сау болыңдар. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки и пишите вопросы, что было интереснее. Всем пока. Бәріне сау болыңдар.